Елбасы кітапханасында осы күндері мемлекет басшысының кітап жинақтарынан құрастырылған «Руханият тіректері» атты кітап көрмесі өтіп жатыр. Осы көрменің мәртебелі меймандарының қатарында көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, философия ғылымдарының докторы, профессор Ғарифолла Есімде болды. Бүгінгі «Руханият тіректері» көрмесінен қандай әсер алдыңыз? Руханият тіректері деген көрмеде мен бір жақсы басылымдарды көрдім. Әлемдік және дәстүр діндердің көшбасшыларының 6-шы съезі басталды ғой. Соған қатысты кітаптар бар екен. Мынау дін деген мәселе өзі бір қиын мәселе. Діннің адамдары бір столдың басында отырмайды. Тек өзі діндегі адамдармен ғана отырады. Осы 6-шы съезді, 1-ші съезді 2003-те, одан кейін басқа съездерді бәріне қуат беріп, басшылық жасап отырған біздің кемеңгер елбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сол кісінің тікелей жетекшілігімен осындай съездер болып отыр. Енді сол съездерге бұрын болған, қазіргі қатысты кітаптар қойылған екен. Сондықтан бұл кітаптардың әсері соларды көріп, оқу, танысу деген біразын біледі екен, біразын әлі кейбіреуін көрмеппін. Тамаша кітаптар болды. Елбасы бүгін халыққа дәстүрлі жолдауын арнады. Осы жолдау турасында да айтып кетсеңіз. Ол кісінің айтқанын түсініп алу керек, елге түсіндіру керек. Өйткені адамдар бір тыңдаған кезде алып кетеледі деп айту да қиын. Алып кететіндер болады, елмесе ойланып қалатындар болады. Елмесе кейбір ойлардың астында недер жатқанын ашу керек болатын шығар. Ол кісінің айтатын сөздер мағыналы сөздер. Ол кісінің баяндамасында ешқандай жай сөздер айтылмайды. Оны тағы білеміз. Тура тіреп тұрады бәрі ойларды. Сондықтан сол ойларды тарқатып, енді халықпен бірге ойласу деген ол менің енді ғалым ретінде, саясаткер ретінде, философ ретінде, жазушы ретінде ол менің парызым. Сіз соңғы кездері мына жақсы қазақ деген идеяны көп айтып жүрсіз. Оның астарында қандай мән жатыр? Соны айтып берсеңіз. Баяғыда Абай жолында Абай жақсы адам екен деген сөз шықты. Жақсы. Сонда енді Абай жақсы деген сөз, жақсы қазақ деген сөз ғой. Сонда жақсы деген не? Жақсы қазақ деген ол ізгілікті қазақ. Ол болашақты көре білетін қазақ. Ол өзінен соңынан сөз ерте алатын қазақ. Ол ақ боз атқа мінсе де өзінен кейінгі топтан алыспайтын қазақ. Ол азамат, ол кісілікті, ол білімді, ол креативті, қазіргі тілмен айтсақ, ол инновациялық ойлау білетін, өзінің түркі екенін жұртын, өзінің мұсылман екенін, өзінің осы қазіргі кезде ғана өркениеттің үрдісте өзінің орын алатын, өзінің қазақпын деп көрсете алатын, қазақ елін көрсете алатын, сондай азаматты біз жақсы қазақ дейміз. Жақсы болу үшін Абай айтады, мынадай жағдай керек. Тегі жақсы болу керек туысы, атасы жақсы болу керек, анасы жақсы болу керек, құрбысы жақсы болу керек, ұстазы жақсы болу керек. Ойы мынадай болу керек. Абай айтады, дүниені Алланы танымақ, жаратушыны. Екінші өзін танымақ, үшінші дүниені танымақ. Көрдің ба? Сонда бұл жақсы қазақ деген мәселе өзі кеңейе беретін ұғым. Бір тұрып қалатын ұғым емес. Жақсы қазақ әр заман сайын, әр 10 жыл сайын бұл ұғым толса береді, кеңейе береді. Мысалы, біздің 60-тағы кісілер туралы бір айтсам, 50-дегі жақсы қазақ бір айтам, 40-дағыны бір айтам, 30-дағыны бір айтам, 20-дағыны қазір бір айтам. Сонда заман толтырып отырады жақсы деген сөзді. Жақсы деген нұр сәуле өзі уақыт пен заманмен толып отыратын нәрсе. Соны өзіне толтыра алатын тұлға адам, ол жақсы қазақ. Қазіргі үлгілері жақсы қазақ біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Одан кейін жанында сол елбасының жанында жақсы азаматтар бар. Мен жақсы қазақты өзіміздің ғалымдардың ішіне білемін. Мысалы, Зейнолла Қабдолов деген адам болды жақсы қазақ. Қайым Мұхамедхан деген адам болды жақсы қазақ. Мен жақсы қазақ деген кезде әлемдегі жақсылар кім? Тарихты жақсылар кім? Енді бүгінгі жақсылар кім?
солар салыстырып отырып айтамын. Мысалы, Шоқан Уәлиханов жақсы қазақ болды, Ыбырай Алтынсарин жақсы қазақ болды, Абай жақсы қазақ болды, Шәкәрім жақсы қазақ болды. Ар жағында Қорқыт жақсы қазақ болды біздің ата-бабамыз. Енді сонда солар несімен жақсы қазақ деп бізге қалды, қандай қасиетмен. Сол қасиетін ашып айтуым керек те, сол қасиет ашылған кезде соны тыңдап тұрған бала енді осы қасиетті өзіне сіңдіруге тырысып, өзі жақсы қазақ болуға тырысады. Жақсы қазақ деген дәреже. Осы елбасы кітапханасында қандай тілек айтасыз? Тілегім жастар көп келсе, мәселе жастарда. Олар кейін өмірге келді. Сол жастар келіп, асықпай, жүріп, кофелерін ішіп, тұрып, сөйлесіп, әңгімелесіп, осы біздің тарихымызға ене берсе, сөйтіп мына елбасына деген өздерінің түсініктері қалыптасады. Елбасы мына осы еліміздегі тыныштық, бейбітшілікті сақтап отырған тұлға деген түсінеді. Бұл елбасы деген көшбасшы, әсіресе мынау Семей полигонына қатысты 29 тамыздағы күнін ядролық қауіпсіздік күні деп атау деген мәселелер қайдан шықты? Семейдің полигонын жабылу деген мәселелер. Бұның бәрі тарих қой, бұның бәрін жастар білу керек. Сұхбатыңызға көп рахмет, аман сау жүріңіз.